Ленкамда ойнап атырып кішкене өзіме 2 қорқынышты историяға көп историяларды айтатын боламын. Ең бірінші история бұл мен бірінші класста тыш сабағымен сұранамын. Жоқ, тыш сабақ емес. Мен бірінші класс. И мен әжетханаға өте барғым келіп тұрады ғой. Мен әжетханаға барамын, апайымнан сұрап аламын. И сосын апайым қасыма үйден жатқан қыз. Самал деген апайымға ол апайды жақсы көрсін. Ол бұрында бізде кетіп қалған, 4 ай болған шығар. 4 жыл бізбен болды. И сосын кетіп қалды. И мені жібереді, ол мейірімді апай қайым. Мен кетіп қалдым әжетханаға. Мен ол кезде кіріп жерде қорқамын, подругаларыммен баратырмын. И мен кілтеніп қаламын. Мен өзім бірінші рет кілтедім. И кілтеніп қаламын. Сосын қасымдағы мен бақырғанмен маған көмектеседі. Күшті первоклассницам ғой мен сияқты. Маған көмектесіп, рахмет айтып, енді кетіп қалдым. Ана 2 қыз мені кәдімгідей шалды ғой. Сосын апайыма көргенде жылаққа жазамын. Андай нәзік бик қыз болған. Бірақ бәрі менен қорқатын еді ғой. Вообще бірінші класста мені сұлу апай, мамай, бәрі дейтін еді. Менің бәрі ана күшті қыз болдым ғой, короче. И қазір сондай қызбын енді. Короче, сондай күшті қыз боламын. Сонымен бітті. Ал екінші история. Короче, қазір бізде математика или қазақ тілі сабағы, бірінші класс. И короче, бірінші класс, ана тілі ғой сондағы. И короче, мен екінші сабақ и соған мен пирамидада класс барамын. И короче, мен бітшақмен қойнап қалдым. Интересіп отырамын. Анында туалет ашық қаламын ғой. Уже ашық анда отырғанмын. Көрмеймін қалай отырғанмын. Яғни туалет ішіне бүкіл жерім бүйтіп кіріп кетеді. Мен бүкіл жерім ыстық қалымда, қорқып ыстық қалымда бүйтіп тұрмыз алмай. Отырып аламын ғой. Бұл енді всем пока. Может, мен де өтейін отыр. Келесі частын күтіңдер.